Бұл кеңес үкіметіндегі архивтің ескі кадрлары емес. Бұл жаңа Қазақстанның бір ғасыр болған құлауға шақ тұрған мектебі. Это Казахстан, детка. Алматы іргесіндегі өркениеттен қалыс, билік назарынан тыс қалған ауылды көруге дайынсың ба? Арнаға жазыл, лайк бас. Мал монологын бастайды. Алматы облысындағы Сарыбұлақ ауылының соры беселі. 1931 жылы салынған тапал ғимаратта әлі күнге оқушылар білім алады. Қызы кезінде осы мектепті бітірген. Бұл күні ақ жаулықты әжелердің шөбересі оқиды. 50 жылда ел жаңа деген мақалдың мына елді мекенге қатысы жоғау. Өзімнің балаларым оқыды, енді немерелерім оқып жатыр, енді шөбелерім оқиды, енді бос мектепте. Оған енді әкімдер де емес, әрине министрлер де кінәлі емес.